Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Unit number 3, үшінші тарам, жаңа тарам болып келеді. Our countryside. Оның ішіндегі тақырып, яғни animals, vocabulary, сөздік деп тұрғанымызда бірінші тапсырмадағы сөздікті айтып тұр. Яғни animals, жануарлар. Жануарға қатысты қандай жаңа сөздер бар? Әрине, жануарлардың түрлері. Exercise number 1. Бұл жерде біз берілген кестенің ішіндегі жаңа сөздерді алдымен аудармасын біліп аламыз. Одан кейін сол сөздермен жұмыс жасаймыз. Окей? Let's go. Snake. Жылан. Frog. Құрбақа. Elephant. Піл. Bear. Аю. Parrot. Тоты құс. Owl. Жапалақ. Human. Адам. Shark. Акула. Crocodile. Қолтырауын. Whale. Kit. Spider. Өрмекші. Seal. Итбалық. Butterfly. Көбелек. Falcon. Сұңқар. Chameleon. Хамелеон. Fly. Шыбын. Енді біз аудармасын білдік. Келесі біздің тапсырмада. Бірақ бұл тапсырмада шартында не деп жазған? Бұл жердегі берілген жаңа сөздерді қолданып, 33-ші беттегі eye to eye деген квиз берілген, соның суреттермен жұмыс жасаймыз дейді. Мінекей 33-ші бетте бізде мынау 14 түрлі әр жануардың көздерін беріп қойған. 16 айтпақшы, 16. Соның ішіндегі біреуі артық. Соны табуымыз керек, бірақ оны сабақтың соңында. Okay, next exercise number 5 will continue. Check the meaning of the words in blue, then choose an animal in exercise number 1 and answer the questions деген. Бұл жерде мынау 8 түрлі сұрақ берген, соның ішіндегі көк сөздерге назар аудара отырып, біз сұраққа жауап береміз. Бұл жерде көкті берсе, әрине бұл да жаңа сөздерге жатады. Live, өмір сүру, attack, шабуыл жасау, eat, жеу, swim, жүзу, fly, ұшу, climb, өрмелеп шығу, hunt, аң аулау. Енді не істеуіміз керек? Сұраққа жауап бергендегі бірінші бізде барлық сұраққа жауап берейік. Бұл жерде бетеді, жаңағы мынау бірінші тапсырмада біз жаңа сөздерді қарастырдық қой, соның ішіндегі кез келген бір жануарды аласыз, біреуін ғана. Сосын сол біреуін алғандағы сол барлық осы сұрақтарға жауап береміз. Мысалға мен parrot алдым. Parrot тоты құс, иә. Кеттік, енді сол parrot тоты құсқа арналып 8 сұраққа жауап береміз. Does it live in this country? Мысалға parrot айтып тұр, тоты құс осы елде тұра ма дейді. Мен жаздым, parrot lives in my country. Я, мен елімде тұрады. Does it attack humans? Адамдарға шабуыл жасай ма ол жалпы? No, it doesn't attack humans. Назар аударсаңыздар, бұл жерде мен сұрақтың барлығы қай шақта берілген? Present simple да берілген, е? Осы present simple да берсе, present simple да жауап беруіміз керек. Жоқ, ол адамдарға шабуыл жасамайды. Үшінші, does it eat meat? Ол ет жей ма? Үшіншісінде, no, it doesn't eat meat. Ол жоқ, ет жемейді. Ары қарай, the fourth, does it swim? Ол жүзе ма? Төртіншісі, no, parrot can't swim. Енді бұл жерде де жауап беруім керек еді, does көмекші етістігін қолданды, бірақ мен can't деп модаль етістігін ала салдым. Жоқ, яғни тоты құс жүзе алмайды. The fifth, does it fly? Ол ұшала ма? Бесінші жауабы, yes, it flies. Я, ол ұшады. Ары қарай, 6, has it got more than 4 legs? Ода 4 аяққа қарағанда, одан да көп аяқтары бар ма дейді. Алтыншысы, it has got 2 legs. Тек қана оның 2 аяғы ғана бар, я. Жетінші, does it climb trees? Ол ағашқа өрмелеп шыға ма? Шыға ма жалпы? Yes, sometimes it can climb. Я, ол кейде өрмелеп шыға алады. Яғни
мен өзім көргенім бар, кейде шығатыны бар. Ары қарай 8 соңғысы does it hunt fish? Балық аулай ма? Балық аулаға, яғни аңшылық балық аулай ма дейді, иә. No, it doesn't hunt fish. Егер үйде кейбір адамдар тоты құсты үйде асырайды, олар әрине балыққа қарамайды, иә. Яғни өздері аң ауламайды деген сияқты. Енді біз не істейміз? Келесі жаңа мен сіздерге уәде еткендей соңында жасаймыз деп, мына 33-ші беттегі суретпен жұмыс. Eye to eye. How many animals can you identify? Which photo is not an eye? Which animals live in Kazakhstan? Бұл жерде қанша түрлі суреттер, мына суретте қанша түрлі жануарлардың суреттері берілген дейді. Және де оның ішіндегі қайсысы көзге жатпайды, жануардың көзіне жатпайды. Жануардың көзі көрсетілмеген дейді. Және де ол бізді қай жануарлар біздің Қазақстанда өмір сүреді дейді. Бірақ біз мынау көздің суреті болған соң, бұл жерде біз бірінші анықтап алайық. Окей. Бірінші бізде суретте мінекей бірінші суретте the first picture is whale's eye. Whale киттің көзі. Екінші spider өрмекшінің көзі. Үшінші бізде ненің көзі? Owl, yeah. The fourth shark eye. The fifth human, яғни бесіншісі адам. Ағырай алтыншы snake. Жетінші бізде fly. Сегізінші seal. Тоғызда бізде falcon. Оныншы бізде parrot. 11 frog. 12 elephant. 13 camel. 14-те бізде 14-ті тұратыр қоя тұрайық. Көзге ұқсайды. 15-те crocodile. And 16 бізде bear, яғни аюдың көзі. Бұл жердегі, яғни бізде артық көзіміз бізде мынау 14-ші сурет болып тұр. Себебі бұл жерде көз емес, бұл көбелектің қанаты болып табылады. Окей, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізе алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.